бір пайдаға бола достасқан адамдар өмір бақи бір-бірімен келісімге келе алмайды. Саған өзгелер жайлы сөз тасыған адам сені де өзгеге сөз етеді. Айналаңның бәріне құрметпен қара, мейлі олар оған тұрарлық болмаса да, өзіңді бағала, себебі сен өзің тек құрметке лайықсың. Егер де сіздің біреуге көмектесуге мүмкіндігіңіз болса, оған қуана көмектесіңіз. Себебі Құдай біреудің сұрағанын сіз арқылы беріп отыр, ал сіз бұған қатты қуана білуіңіз қажет. Тісі өтпеген сөзбен жейді. Білмегеніңнен қорықпа, үйренбегеніңнен қорық. Күйеуін сыйламағанның ақылы таяз. Өзін таныған адамға өзгелердің сөзі қорқынышты емес. Сөзіңіз жұмсақ, дәлеліңіз нақты болсын. Сізден қамқорлығын аямайтын адамға сізде жақсы көзқараспен қараңыз. Себебі бір күні ұйқыңыздан оянғанда жұлдыздарды санаймын деп айдан айырылып қалғаныңызды түсіну сізге өте үлкен өкініш әкеледі. Терең өзендер үнсіз ағады. Кішігірім қателіктерге бола үлкен достықты қиратуға жол бермеңіз. Өзімен үндестікте өмір сүре алатын адам өзгелерді еркіне оңай бағындыра алады. Әйел гүл, ал еркек бағбан. Бағбан гүлді аялап мәпелесе, ол жайқала түспек, ал жайқалып өскен гүл бағбанға өзін аялаған үшін сұлулық пен жұпар иісін сыйлайды. Біліңіз, ең әдемі гүл тек қана ең жақсы бағбанда болады. Егер де сіз депрессияда жүрсеңіз, демек өткен күнмен өмір сүріп жүрсіз. Егер бір нәрсеге алаңдаулы болсаңыз, болашақпен өмір сүріп жүрсіз. Ал егер көңіліңіз жай болса, демек бүгінгі күнмен өмір сүріп жүрсіз. Ешқашан өткен шақпен немесе болашақпен өмір сүрмеңіз. Бүгінгі күніңіздің қадіріне жетіп, өмірдің әрбір сәтінен ләззат алыңыз. Ешқашан ешкімге үміт артпаңыз. Ешқашан ешкімнен ештеңе күтпеңіз. Өзіңізге сенім артып, бәрін өзіңіз істеңіз. Сонда ешкімге қарыздар болмайсыз. Денсаулықпен айналысуды өліміңе 3 күн қалғанда емес, ауыруға 3 жыл қалғанда баста. Төмен болғың келмесе, өзің де ешкімді төмендетпе. Дұшпаныңды лайықты әдетіңмен жең, сонда бұл ең үлкен жеңіс болады. Керек емес кезде үнсіз қалыңыз. Ойнап болса да өзіңіз жайлы ешқашан жаман нәрсе айтпаңыз. Сөз бұл энергия. Өзіңіз жайлы айтқан жайсыз сөздеріңізді жақсы жағына қарай ауыстырыңыз. Сонда сіздің өміріңізде жақсылыққа толы болады. Қатеңді айтқанның бәрін қасым екен деме. Жақсылығыңды айтқанның бәрін досым екен деме. Бақытым еселене түссін десең, бақытты екеніңді ешкімге айтпа. Егер бірер адам сізді кемсітіп, өзінен төмен санаса, демек сіз тура жолда келе жатырсыз. Бүгін істейтін істі ертеңге қалдыру нағыз бейшаралық.
өзі сұрамайынша адамдарға ақыл айтып дандайсуға тырыспаңыз. Біреуге ренжісең де, қуана білсең де, өзіңнен көр. Адамның барлық үміттерінің күйрегені оның достарына да, дұшпандарына да ұнайды. Дұшпаным білмесін дегеніңді досыңа да айтпа. Кез келген ақиқат алдымен күлкілі болып, артынша мойындалады. Егер өміріңізде қиындықтар орын алса, оның себебін өзіңізге түсіндіріңіз, сонда жүрегіңіз тыныштық табады. Кедейлік сіздің барлық алтын уақытыңызды ұрлайды, ол сол үшін де жаман. Тәрбие адамның тағдырын шешеді. Құрсақта біткен мінез қара жерге бірге енеді. Сүтпен біткен мінезді өлгенше өзгерте алмайсың. Кешіру мықтылардың ісі. Ессіз адам көп сөйлейді, бірақ ештеңе тындыра алмайды. Ал ақылды адам аз сөйлеп көп нәрсе тындыра алады. Адамзаттың ең үлкен қателігі қиындықтарға тез беріле салуында. Азаптың ең жаманы қандай шешім шығару керектігін білмеу. Өмірде еш нәрседен жүрексінбей сүңгіңіз, ол сізді алдамайды. Ерінбей еңбек еткен адам ғана бақытқа қол жеткізеді. Адамды сәтсіздікке ұшырататын жол бәріне бірдей жақсы көріну. Өзің жайлы жақсы сөз естігің келсе, өліп көр. Қымбат сөздеріңді арзан адамдарға арнап, өзіңді шаршатпа. Нағыз азамат парызын білер, пасық жандар пайда іздеп жүрер. Аяқтан сүрінген тұрып кетер, тіліне сүрінген құрып кетер. Құрметті көрермен, арнаға тіркеліп, өз пікіріңізді білдіруді ұмытпаңыз. Көріскенше күн жақсы.